Сәлем достар. Бүгін біз жирафты шабамыз. Анасы мен баласы. Сәлем достар, бізге A4 форматтағы қағазды тігінен қоямыз. Кітап сияқты. Бірінші саламыз біз жираф мамасы мен баланың басын. Ол мына жерде тұру керек. Бұлай. Жирафтың бізде басы болады, домалақ емес, сопақша. Және оған еркелеп тұрған бөпесі. Осылай салу керекпіз. Қисық болып қалса, ода тұрған ештеңе де жоқ. Оны жөндейміз, өшіргішпен өшіреміз. Бізге бірінші жай қарандаш. Төмен жақта. Сондықтан баланың басы мына жерде, ал анасының басы осы аралықта тұру керек. Соны ескендер, мұнда ағаштың жапырақтары. Домалақ емес, сопақ. Иә. Міне. Иә. Енді анасының басында. Кішкене сопақтай болу керек. Иә, тамаша. Ол кішкене, баланың басы кішірек, анасының басы үлкендеу. Иә. Сол үшін білесіңдер ғой, бөпе деген оның басы кішкентай. Құлағымыз бізде жапырақ сияқты болады. Иә. Жапырақ Ортасынан үшбұрышқа ұқсас. Құлағын көмектесіп жіберейін ба саған? Иә, анасы. Мен бұны де істеп көмектесемін. Құлағын сала алмай. Жапырақ сияқты. Түзу сызық емес. Түзіп жіберейін ба? Оның құлағының ұшы көрінбеуі мүмкін. Себебі анасының бетіне тиіп тұр. Шынайы өмірде солай боламыз, иә? Мынаның басы кіші 4 бұрышқа ұқсастырып, осылай қоя берейік. Тұмсығын саламыз. Тура жоғардан істемейміз, ортасынан. Кешкене домалақ сияқты жоғардан битіп қоямыз. Иә. Себебі мұнда бізде көзі тұру керек. Мұнда мүйізі. Саламыз енді мүйізі. Мүйізі оның құлағының ортасында болады. Мына жақтан, мына жақтан. Таяқша сияқты. Және құлағынан сәл-сәл ұзындау. Түзу сызық емес, бір қисайтып сала беріңдер аралары. Кейбір анау жирафтарда мүйіздері қисық болуы мүмкін. Түзу сала алмасаңдар, аналарынан сұраңдар. Келесі енді бізге мойындарын саламыз. Мойындары өте ұзын болады. Бұл бөпе. Иә. Оның мойны ұзын. Тамаша. Міне. Анасы жоғарыдан еңкейіп тұр. Оның мойны өте ұзын. Ол құлағының артынан радуга салған сияқты, кемпір қосақ салған сияқты мойнын саламыз. Иә. Бұл ағаш деп ойлап қалмаңдар. Бұл ананың мойны. Дұрыс. Ананың мойны өте ұзын болуы мүмкін. Иә, мынау мойны. Келесі бізге керек болады көзі және сүйкімді құйрығы. Сызықсарды істейміз деп. Міне, солай шығу керек. Ананың құйрығы. Мен сіздерге көрсетіп жіберейін, қалай салдық құйрығын. Көрініп тұр ма екен? Бізге көбелек керек болады. Мынау құйрығы. Келесі бізге керегі. Негізі сендер жалғыз өздерің салған кезде мынаны бекітіп алыңдар. Шетінен қағаз скотчпен жабыстырып қойсаңдар болады. Келесі бізге керегі көзі. Анасы мейірленіп Әртүрлі көздерін салса болады. Жабық, ашық істей берсеңдер болады. Немесе без. Міне, солай шығу керек. Енді баласының. үш қана
кірпіктер жетер. Шекімді анасы мен баласы. Мойнындағы дақтарын салып қояйық. Жираф бізде өте ерекше жануар. Міне. Ал мен карандашпен бояймын. Сен гуашпен бояйсың ба, Алимуш? Я. Егер сенде де фломастер болса, фломастермен шетін жүргізе салайын. Я. Менде постельный карандаши, майлы карандаш. Біздің папиямыз бізге көместейді. Ойнап тұрмыш отырады. Міне. Мені жирафтарым дайын. Енді қоңыр түсінді істейміз. Осындай түсті аламыз. Қоңыр жетер. Міне. Сондай ақшыл қоңыр жетер. Алып. Тұмсығы егерде ақшыл болса, денесі қою қоңыр болады. Ал егер денесі ақшыл болса, тұмсығы қоңыр қою болады. Егер гуашпен боясаңдар, карандашпен астындағы сурет салынған іздері көрініп тұрады. Уайымдамаңдар, оның үстін кейін қаралау түспен бастырып салып шығамыз. Мойнындағы дақтарын қаралау қоңырға жақын түспен бояп шығамыз, дөңгелетіп. Тұмсығы мен құлағының ішкі жағы бір түс болады. Ал мен жапырақтарын бояй берейін. Сосын көрсетеміз. Я. Енді қазір қара түсті алып, жирафтарды сызамыз. Көмектесейін ба? Мен сіздерге, егер мен қатты бастырсақ және күшкірленіп тұрса, оның шетін контурларды осылай сызып алсақ болады. Көзінде солай. Жай карандашпен де боясаңыздар болады. Егер суреттеріңізді гуашпен боясаңыздар, кепкеннен кейін қалың фломастермен шетін бастырып шықсаңыздар болады. Негізі өте жіңішке кисточкамен қара гуашты алып, аз ғана су қосып, сыртынан бастырып шықсаңыздар, әдемірек көрінеді. Гуашпен өте ұзақтау болады аздап жұмысымыз. Сол үшін сіздерге карандашпен
немесе фломастермен, масляной карандашпен стилдеріңізді, бояуларыңызды ұсынамын. Міне. Енді өзі ғой қатты бассақ қоңыр болып шығады. Әркімдікі өзгеше, әркімдікі ерекше шығады. Әдем шықпаса бола берсін. Сендерде әдем шығуы мүмкін. Бірінші рет салып тұрсаңдар, ол өте керемет жетістіктер. Көңіл күйлеріңді түсірмеңдер. Я, сол үшін күліп, мейірімді қылып жүру керек. Міне бізде шықты. Енді клейді алып, ашамыз деп, мына жаққа жағып, көбелек қоямыз. Бұлар сондай ерекше. Қандай көбелек пе? Әдемі. Келесі кездескенше лайк қосыңдай, подписка. Пока-пока. Сау болыңдар, рахмет.